Ассалаумалейкум, құрметті оқырман, қазақ елі, құрметті автосүйер қауым. Мен осы видеоны түсірген себебім мынау авто саласында Қазақстанда нарықтағы баға түсіп жатыр. Сол себепке орай жақында бір өте жақсы жаңалық шығайын деп тұр. Қазір автосалондар сол рассрочка жағын ойлап талқыға салып атқан жағдайы бар. Алдағы уақытта Алла қаласа автокөліктерді кредитке емес, рассрочкаға рәсімдей аласыздар. Ол дегеніміз, мысалы делік Chevrolet Cruze автокөлігі 8 миллион тұратын болса, сол 8 миллион өзінің машинаның бағасын ғана төлейсіздер. Ешқандай үстемақы болмайды, ешқандай процент қосылмайды деген ақпарат бар. Алла қаласа соған жеткізсін алдағы уақытта. Мынау қазір Қазақстанды Корей, Қытай автокөліктері Грузиядан келіп жатыр, жан-жақтан келіп жатыр ғой. Сол себептен осындай автосалонда жағдайлар қазақ халқына, қазағымызға қамтамасыз етпекші ойлары бар екен, достар. Әр қазағым жаңа машина мінсін. Достарыңызға, таныс жораларыңызға айта жүріңіздер, осы жаңалықты біліп жүрсін, кредитке ұрынып қалмасын. Алдыңғы видеода біз салондағы, жаңағы автосалондағы автокөліктерді реклама, ондай ештеме емес, өзіміздің YouTube каналымыздың контентін жүргізу мақсатында ешқандай ақша алған жоқпыз ол жерден. Не бар, соны айттық, достар. Ал алдағы уақытта видеолар болады. Әр автокөлік маркасын обзор дейді ғой, шолу жасаймыз. Оның минус және плюс жерлерін айтамыз. Артық, кем жерлерін айтамыз, қазақша айтқанда. Достар, сол себепті қазіргі таңда осы шараны күтулеріңізді сұраймын. Автокөлік аламын деп ниеттеніп жүрген кісілер, ағайын, туыс, бауырлар, қазағым, күте тұрыңыздар жаңалықты, не болатынын көрейік. Әр қазағым кредитсіз өмір сүрсе екен, әр қазағым байыса екен деген мақсатпен, достар. Видео ұнаса лайк басып, Car Plus YouTube каналына тіркеліп, TikTok каналымыз бар, демеп жіберейік қазақша контентті, достар. Қазақ контенті алға, бөліп жармаймыз. Орыстың жаңағындай неше түрлі видеоларын көреміз ғой. Оның қасында қазақша сөйлеп, қазақ тілін дамыту мақсатында, қазақ контентін, қазақ бауырлар даму мақсатында осы видеоны қолдап жіберулеріңізді сұранамын. Рахмет, көріскенше күн жақсы. Аллах бәрімізге жаңа көлік, жаңа үй нәсіп етсін. Осы жылы бұйырса, қалаған, аңсаған армандарыңызға жетуге тілектеспін.